бұл кішкентай асық бонусында үлкен тарих па, бұл жай ойсық па, әлде бізге келген аманат па? Балам, бұл жай асық емес, бұл ата-бабамыздың ізі. Жүріңдер балалар, сендермен дастарханда отырып, асықтың шығу тарихын түсіндіріп берейін. Асық бұл қойдың асық жілігінен алынады. Бұл малды сойғанда осы сүйектен бөлініп алынады. Аталарымыз бұл асық пен балаларды мергендікке, ептілікке, батылдыққа тәрбиелеген. Бұл сенің де аманатың. Иә, кесім. Әпке, ана асықты зерттеп көрсек бола ма? Иә, әрине жан. Бірге барып зерттейік. Асықты бірден қолданбайды балам. Оны жуып, тазалап қайнатады. Бұл оны қауіпсіз етеді. Ұзақ сақтауына көмектеседі. Біз осылайша тазалық пен ұқыптылықты үйренеміз. Алғашқы асық тәжірибемізді судан бастаймыз. Бірінші асықты суға саламыз. Біз асықты суға салдық, ол батты себебі асық тығыз сүйек. Асықтың ішінде ауа аз, сондықтан ол бататынын анықтадық. Біз асықты тап көрдік. Енді балалар асықтың дыбысын тыңдап көрейік. Біз асықтың дыбысын тыңдадық. Тақ-тақ деген дыбыс шықты. Біз тұндық. Асық табиғи материал. Асық зерттеуге болатын зат. Ал енді асықты бояп көрейік. Біз асықтарды бояп көрдік. Әр түс белгілі бір мағынаны береді. Қызыл жеңіс, көк батылдық, жасыл түс өмір. Бұрын балаларым асық арқылы жеңімпазды анықтаған. Асықтың түсу қалпы. Біз асықтың түсу қалпын бақылайық. Алшы ең жақсы. Бүк, шік, тәйкі. Қане балалар, асықты лақтырайық. Балалар, мұнау бүк, мұнау шік. Менікі шік түс. Шік. Әкетай бенде шік түсті. Менікі алшы түсті. Әке, менікі тайкі. Енді балалар біліп жүріңдер. Асықтың әр түсу ықтималдығы әр түрлі. Қане достар, енді асықты домалатып көрейік. Асық төңгерек емес, сондықтан ол түзуіміз әр түрлі бағытқа қозғалады. Балалар, біз байқадық. Асық ұзақ уақыт сақталады. Янашым, асық табиғи сүйек. Бұл ата-бабамыздың табиғатты дұрыс пайдаланғанын көрсетеді. Янашым, асық өте тығыз. Бүгін біз бірге зерттедік. Біріміз бақыладық. Біз түсіндік. Біріміз тәжірибе жасадық. Біріміз қорытынды шығардық. Біз зерттеушілерміз. Біз ұлттық сұрамызды зерттедік. Асық атадан алған аманат. Біз оны сақтаймыз. Ұлттық сұрам сақтаған ұрпақ жоғалмайды. Біз сау ұрпақпыз.